Мемлекеттік қайтарымсыз грант 2024 жылы қашан басталады? Грант сомасы қанша болды? Қандай құжаттар керек деген сияқты сұрақтармен менің әлеуметтік желіме көптеген адамдар жазады. Жалпы осы видеода мен сіздерге қайтарымсыз грант бойынша 2024 жылы қандай өзгерістер болатындығын толық айтып түсіндіретін боламын. Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге Іскер Азамат YouTube каналына қош келдіңіздер және біздің каналға міндетті түрде тіркеліп қоңырауша батырмасын басып алыңыз және Қазақстан бойынша мемлекеттік гранттар, субсидия, ИП бойынша толық видеоларды сіз менің YouTube каналымнан қарай аласыз. Мемлекеттік грант 400 МРП 2024 жылы 1 480 000 теңге болды. Идеяңызды грант қаражаты есебінен іске асыру үшін ең алдымен сізге бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлерді даярлаудың негізгі курсынан өту қажет болады және өткеніңіз туралы жарамдылық сертификаты болу міндетті. Гранттар не үшін беріледі? Мемлекеттік грант бұл жаңа бизнестерді бастау және даярлау үшін қайтарымсыз негізде берілетін 400 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде бастапқы капитал. Яғни сіздің грант қаражатын іске асыру жаңа бастаған келген әлеуметтік санаттарға өз бизнес өндірісті жолға қоюға және дамытуға, сол арқылы өзінің тұрақты табысымен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Гранттар келесі бағыттарда қолдану үшін беріледі. Өндірісіңізге байланысты, мал шаруашылығына байланысты құстарды, сиырларды, жылқыларды алуға болады. Немесе сіз егін шаруашылығымен айналысатын болсаңыз, көшеттер, бұталарды, тұқымдарды алуыңызға грант қаражат есебінен болады. Гранттар тұтынушылық мақсаттарда кредиттік қарыздарды өтеуге, жылжымайтын тұрғын үй сатып алуға және салуға, жер учаскелерін сатып алуға, акцизделетін өнімдерді өндіруге берілмейді. Қайтарымсыз грант алудың негізгі шарттары: грант алу үшін сізде міндетті түрде жұмыспен қамтудың мынандай санаттарының біріне жатуыңыз қажет болады. Тіркелген жұмыссыздар, жеке кәсіпкерлер, яғни 3 жылға дейінгі кәсіп, яғни сізде ИП, ТО, КХ болатын болса, осыларға 3 жыл көлемінде болу қажет. Яғни 3 жылдан асып кеткен жағдайда сіз осы грант алуға үміткер бола алмайсыз. Немесе сіз міндетті түрде тіркелген жұмыссыз болуыңыз керек, яғни жұмыссыз санатына статусыңыз болу. Сондай-ақ келесі әлеуметтік санаттардың біріне жатуға міндетті, яғни әлеуметтік санаттары міндетті түрде сізде болу қажет болады. Бірінші шарт жұмыссыз ретінде тіркелу немесе ИП-ға 3 жыл. Осы екеуінің біреуі болса, келесі әлеуметтік санаттың біріне жатуыңыз қажет болады. Көпбалалы тұлғалар, көпбалалы жәрдемақы алушы, яғни АЕС алушылары жұбайы немесе зайыбы екеуінің біреуінің атынан тапсырылады. Ал әлеуметтік көмек алушылар аз қамтылған адамдар және олардың отбасы мүшелері, яғни мүгедектігі бар адамдар немесе мүгедектігі бар балаларды тәрбиелеп отырған ата-аналар осы грантқа қатысуға өтініш тастай алады. Қоныс аударушылар және олардың еңбекке қабілетті отбасы мүшелері, асыраушысынан айырылған жағдайы бойынша әлеуметтік жәрдемақы алушылар, мүгедек балаларды тәрбиелеуші, жәрдемақы алатын адамдар, жұбайы немесе зайыбы атынан осы грантқа өтініш тастай алады. Үшінші кезекте бастау бизнес жобасы бойынша кәсіпкерлік негізде оқыту туралы сертификаттың болуы, мәртебені тексеру сәтінде ерікті түрде қоныс аударуға қатысушылардан басқа оңтүстіктен солтүстікке қарай жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларының қатысушылары болып табылмау. Серпін немесе қазір түрлі бағдарламалар бар, сол бағдарламамен көшкен жағдайда сізге осы грантқа қатысуға мүмкіндік болады. Енді келесі кезекте мен сіздермен грант берудің ережелерін таныстыратын негізгі заңнамамен көрсеткім келеді. Яғни кәсіпкерлік бастамаға жәрдемдесу жөніндегі шараларды ұйымдастыру және қаржыландыру қағидаларын бекіту туралы Әділет министрлігінің 2023 жылы 30 маусымдағы бұйрығын оқып алсаңыздар болады. Егер сізге осы құжатпен танысу қажет болатын болса, мен сізге осы видеоның соңында жазбаға қалдырамын. Міндетті түрде ашып, қағидамен толық танысып алғандарыңыз дұрыс болады. Бұл жерде грант қаражаты қалай қаржыландырады, бизнес идеяңыз осы бұйрық негізінде жазылу қажет, оны қалай жазу керек және оның шаблонымен таныса аласыз, яғни берілген кестелермен қандай
бизнес жобаңда не толтырылу керек деген сияқтыларға толық осы жерден таныса аласыз. Және бағалау комиссиясының қорытынды бланкісінде қандай тексерістер болатындығы туралы да осы құжатта толық айтылған. Міндетті түрде мен осыны видеоның соңында комментарий бөліміне қалдырамын. Ашып оқып таныссаңыздар болады. Ал енді құрметті достар, мен сіздерді грант алу кезеңдерімен таныстырып өтейін. Сізде міндетті түрде ЭЦП болу қажет, яғни электрондық цифрлық қолтаңба. Сіз ол арқылы онлайн өтініш беретін кезде қол қоятын боласыз. Бірінші кезекте сіздер Еңбек.kz порталына тіркелулеріңіз қажет. Келгеннен кейін сізге міндетті түрде өз мәртебеңізді тексеру қажет. Яғни сіз жоғарыда айтылған жұмыссыз ретінде немесе әлеуметтік санаттардың біріне жату керек деген болатынмын. Яғни сол мәртебеңізді автоматты түрде базадан тексеретін боласыз. Егер сіз автоматты түрде базадан тексерсеңіз, сәтті өтсеңіз, сізге курстан өтуге, яғни бизнес бастау бойынша кәсіпкерлерді дайындаудың негізгі курсынан өтуге рұқсат береді. Сіз оны 14 күннің ішінде өтіп, қолыңызға курсты өткеніңіз туралы жарамды сертификат алуыңыз қажет. Одан кейін сізге міндетті түрде бизнес жоспар жазу қажет. Бизнес жоспар жазасыз. База ашылған кезде сіздер өтініш тастайтын боласыз. Өтініш тастағаннан кейін комиссия 10 күн ішінде сіздің өтінішіңіз бойынша жұмыстарды қабылдап, өз қорытындысын шығарады. Яғни комиссия алдында өзіңіздің бизнес идеяңызды қорғауыңыз қажет болады. Деректемелерді ұсыну қажет, яғни құжаттар есебінде сіздің өзіңіздің 20 цифрдан тұратын шот номеріңізді көрсетуіңіз қажет болады. Оған сізге ақша аудару үшін қажет. Одан кейін шарттарға өзара қол қою қажет болады. Сіздерге өзіңіздің ЭЦП-кілтіңізбен шарттарға қол қоясыз. Грант қаражатын аласыз және қаражатты мақсатты пайдаланған туралы есепті өткізетін боласыздар. Яғни ол бір жылда 4 рет есеп өткізесіз. Әр квартал сайын, әр 3 ай сайын міндетті түрде сіздер өз бизнес жобаңыз бойынша қаржыландырған мемлекеттік грант бойынша есеп өткізіп отыратын боласыздар. Достар, қайтарымсыз грант 2024 жылы гранттар кестесі наурыз айларында Қазақстан бойынша толық шығатын болады. Алдағы уақытта біз сіздерге ол туралы толық нақты ақпарат беретін боламыз. Қайтарымсыз грант бойынша егер сізге сүйемелдеу қажет болатын болса, іскер азамат орталығы сіздермен толық сүйемелдеу жүргізеді. Яғни сізге бизнес план жазуға, өтініш тастауға немесе сертификатты оқуға қандай да бір көмектер қажет болатын болса, біздің орталық сіздерге толық нақты көмектесетін болады. Міндетті түрде лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.